Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, сіздермен бірге биологияны жетік меңгерем онлайн курсы және оның авторы Шәкәрім Қалымқожа. Құрметті оқушылар, бүгін сіздермен біз 8-ші сыныптағы реттелу тарауында көздің құрылысын қарастыратын боламыз. Көз бұл адамның сезім мүшелерінің бірі. Анализатор дейміз, ол қоршаған ортадағы мәліметтердің 90%-ын біз көз арқылы алады екенбіз. Жалпы алғанда көз екі бөлімнен тұрады: көз алмасы және қосалқы мүшелер. Қосалқы мүшелерге қас, кірпік, жас бездері, қабақ, бұлшықеттер жатады. Яғни бұлар көруді тікелей қамтамасыз етпегенмен көзді қорғайды. Мысалға алатын болса, қас мына бізде қабақ маңдайдан аққан жасты дан қорғайды, кірпік пен қабақ микробтардың түсуінен қорғайды, жас бездері көзге түскен әртүрлі зиянды заттарды шығарып тастауға мүмкіндік береді. Ал енді бұлшықеттер көзді қозғалтады. Яғни қосалқы мүшелер негізінен алғанда көзді қорғап, оның қызметін дұрыс атқаруға мүмкіндік береді екен. Енді келесі көз алмасы. Көз алмасы келесідей бөліктерден тұрады. Ең бірінші ақ қабық. Ол көздің сыртын қаптап тұрған, көзге пішін беретін қабық. Келесі қасан қабық. Ол ақ қабықтың алдыңғы жағында орналасқан қабық, ол жарықты өткізеді екен. Келесі қан тамырлы қабық. Бұл көзді қоректендіреді. Нұрлы қабық көзге түс береді. Нұрлы қабықтағы меланин пигменті бар. Егер меланин пигменті көп болса, көздің түсі қара, қоңыр түсті. Аз болса, көк боп келеді екен. Көздің нұрлы қабығындағы тесікті біз қарашық дейді екенбіз. Қарашық көздің жарықтың түсуіне байланысты өзінің пішінін өзгертіп отырады. Мысалға алатын болса, қатты жарық бөлмеге кіргенде қарашық кішірейеді, қараңғыда қарашық үлкейеді екен. Қарашықтың бұлай өзгеруін біз адаптация деп атайды екенбіз. Енді біз көздің оптикалық жүйесін қарастырамыз. Көздің оптикалық жүйесі 3 құрылымнан тұрады. Біріншісі алдыңғы камера, екіншісі көз бұршағы, үшіншісі шыны тәрізді дене. Алдыңғы камера бұл қасан қабық пен нұрлы қабықтың ортасындағы дөңес шығып тұрған дөңес кеңістік. Ол соққыны азайтады. Келесі көз бұршағы. Көз бұршағына бізде көз бұлшықеттері бекиді. Көз бұршағы өзінің қисықтығын өзгерте алады екен. Бұл қабілетті біз аккомодация деп атаймыз. Көз бұршағының қисықтығын өзгеруі мына затты анық көруге мүмкіндік береді екен. Келесі көздің оптикалық бөлігінің бірі ол шыны тәрізді дене. Шыны тәрізді дене көзді толтырып тұрған іркілдек сұйықтық. Ол көзге пішін береді. Енді көздегі ең маңызды көруді қамтамасыз ететін қабат ол торлы қабат. Торлы қабатта көз рецепторлары орналасқан. Көздің екі түрлі рецепторлары бар екен. Біріншісі таяқша, екіншісі құтыша. Таяқша бұлар бізде балалар қараңғыда көруді қамтамасыз етеді. Және ол екі ақ түсті ажыратады: ақ пен қара. Құтышалар адамда жарықта көруді қамтамасыз етеді. Олар түрлі түсті көре алады екенбіз. Торлы қабықтың рецепторлар орналасқан аймағы сары дақ деп аталады екен. Торлы қабықтың рецепторлар орналаспаған аймағы соқыр дақ деп аталады екен. Көздің көруі осы рецепторлар жарықты қабылдайды. Енді қалай көру сезімі пайда болады? Жарық қасан қабық арқылы өтті, көз бұршағы оны қарашықтан өтті, көз бұршағы жинақтады, оны торлы қабыққа береді. Қараңғыда болса таяқшаларға, жарықта болса құтышаларға қабылдайды. Одан кейін көру жүйкесіне барады екен. Көру жүйкесі бұл бізді көру орталығы үлкен ми сыңарларының шүйде аймағына береді. Сөйтіп көру сезімі пайда болады. Сонымен біз көздің құрылысын толықтай талдадық. Енді көздің рецепторлары мен көз гигиенасын қарастырамыз. Балалар енді көз аурулары. Бірінші жақыннан көргіштік. Бұл жарық
торлы қабыққа дейін қиылысады. Бұл туа біткен болуы мүмкін, немесе жүре пайда болған мүмкін. Жақыннан көргішті көбінесе жас балалардың арасында болады. Ол неге? Себебі бұл мына үлкен экранды теледидар көргеннен, телефон көргеннен, онан кейін жарық нашар түсетін жерде кітап оқығаннан болады екен. Бұл жақыннан көргіштікте адам жақыннан жақсы көреді, алыстан бұлыңғыр болып тұрады. Енді екінші керісінше алыстан көргіштік. Бұл жас өскен сайын адамның мына көру қабілеті нашарлайды. Зат ал жақыннан бұлыңғыр болып, алыстан жақсы көреді. Бұл неге? Себебі көздің көз бұршағының эластикалық ағының азаюы. 45-50 жасқан адамдарда осы алыстан көргіштік болады. Бұл жерде жарық торлы қабықтан кейін сыртында шоғырланады. Сондықтан бұл жастағы 45-50 жастағы адамдар жақыннан заттарды бұлыңғыр көріп, алыстан заттарды жақсырақ көреді. Көздің үшінші ауруы бұл дальтонизм. Дальтонизм дегеніміз адамның түсті ажырата алмауы. Бұл тұқым қуалайтын ауру. Бұл кезде қызыл мен жасыл түсті кейде кейбір реңктерді ажырата алмайтын болады. Келесі конъюнктивит. Конъюнктивит бұл көздің қасан қабығының қабынуы. Қасан қабық көздің алдыңғы мөлдір қабық дедік қой, сол мөлдір қабығы шаң тозаң немесе құмнан көздің қабынып қызарады. Қазақта көзің ауырса қолыңды тый, ішің ауырса аузыңды тый дейді. Яғни конъюнктивит негізінен жұқпалы ауру. Ол көбінесе сол кір қолмен көзді ұстағаннан, шаң түскеннен болады екен. Оқушылар, біз енді сіздермен көз рецепторларын талдаймыз. Адамның көзінде торлы қабығында екі түрлі көз рецепторлары бар. Біріншісі таяқша, екіншісі құтыша. Таяқша бұл бізде торлы қабықтың шетінде орналасқан, ал құтышалар торлы қабықтың ортасында орналасқан. Таяқшалар бізде ақ пен қараны ғана ажыратады, құтышалар түрлі түсті ажыратады. Таяқшалар қараңғыда көруді, құтышалар жарықта көруді қамтамасыз етеді. Таяқшалар родопсин пигменті бар, ал құтышаларда иодопсин ферменті бар. Енді балалар, көз адамның ең маңызды сезім мүшесі. Көз арқылы біз барлық қоршаған ортадағы мәліметтің 90%-ын көз арқылы алады екенбіз. Көру қабілетін сақтау үшін не істеу керек? Ең бірінші, көзге бөгде заттардың түсуін, көздің зақымдануын алдын алу керек. Жарық режимін сақтау керек. Қатты жарықта немесе қараңғыда кітап оқуға болмайды. Жарық кітап оқығанда, сабақ қарағанда сол жақтан түсіп тұру керек. Сотовый телефонды, теледидарды ұзақ көруге болмайды. Мысалға алатын болсақ, теледидарды 2,5-3 сағаттан артық көруге болмайды. Және ол теледидар мен көздің арасы 3 метр қашықтық болу керек. Көздің жұмысын жақсарту үшін А витамині көп тағамдарды пайдалану керек. Ақыл ой еңбегі мен дене еңбегін алмастырып отыру керек. Және темекі тартып, арақ ішуді көздің қабілетін нашартады. Жатып немесе жүріп бара жатқан көлікте кітап оқуға болмайды. Енді көздің құрылысын талдадық, көз гигиенасын айтып өттік. Сіздерге сабақ түсінікті болды ғой деген ойдамын. Енді сіздер осы өздеріңізге ұсынылған слайдты дәптерлеріңізге жазып алыңыздар, онлайн тест платформасындағы тестті шешіңіздер. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.